қазір енді әйелдер де белсенді ғой жұмысқа. Өте белсенді. Осындай Жақсы ақша табады. Иә. Тіпті ерлерінен де жақсы ақша табады. Иә. Енді осы отбасыда әйелде ерде қаржылық жоспарды қалай жоспарлаған дұрыс? Жаңа сіз айтып отырсыз, ер үшін мотивация барлығын ер жасау керек. Ал әйел сол кезде қай жерге жұмсаған дұрыс? Күшті сұрақ. Финансовый грамотностьті екеуміз отырып сөйлесетін мәселе ол да ше, отбасымызбен отырып әйелі және күйеуі отырып жазады. Қара, біздің айлық қатып қалған шығындарымыз мынау. Мысалы, баланың мектебі 400 мың, баланың садигі 200 мың, демек 600 мың тек оқуға кетті дейік, окей. Плюс, егер квартира бар болса, окей, жоқ болса, аренда Алматыда мысалы 700 мың, 600 мыңнан басталады. Отбасылы, 700 мың квартира. Біз уже минус 1 400 000-ден бастадық айымызды. Сразу. Иә. Сосын мен айтам, жазшы маған аптасына қанша ақша керек бізге продукт алу үшін. Мен айтам, мен нанның бағасын білмеймін. Сен менен күтпей андай бір ойлап бір бәріне қадағалайды деп. Енді мен айтам, бұны пожалуйста, енді бұл да негізі андай ғой, бұл ерлі-зайыптылардың отырып ақылдасатын мәселесі. Неге? Өйткені отбасыға егер азық-түлік алып келу еркектің мойнында ғой. Онда сен бар алып кел десе, алып келесің. Апта сайын ол кісі список беру керек, немесе ол кісі даже список бермеу керек, сен білуің керек. Не жоқ еді? Иә, мысалы, ұн азайып бара жатыр деп ше, күріш азайып бара жатыр. Құдайға шүкір, біздің қазақтың қыздары ол мәселені өзіне алған ғой. Ол оның артықшылығы ол кісілердің, ол міндеті емес. Басқа ұлттардан ба? Иә, ол міндеті емес. Ол айту мүмкін, білмеймін деп ше. Сен кешке келіп тамақ жоқ, неге тамақ жоқ десең, май бітіп қалды ғой деп ше. Сен білмейсің ба не деп, білуің керек қой, май жоқ үйде. Қалай мен саған тамақ жасаймын деп ше. Енді біз келістік. Мына азық-түлікті алу саған қиын емес па? Қиын емес. Қанша ақша керек саған? Ол кісі қазір құдайға шүкір, даже далаға шығудың керегі жоқ қой, қазір Магнумнан, Каспийден ақ заказ бере саласың ғой, тапсырып үйге дейін алып келеді. Тіпті біз 3-ші қабатта өмір сүреміз. Алдында бір күні келіншегім ренжіп қалыпты, бір курьер асығып тұрмын деп 1-ші қабатта тастап кетті да пакетті. Енді бір шетінен, сен курьерсің ғой, үйге дейін алып келуің керек, мен саған ақша төлеп тұрмын ба? Төлеп тұрмын деп айтуға болады. Бір шетінен, 1-ші этаж ғой, біз 3-ші этажда тұрамыз ғой. Баяғыда біз машинамен кететін едік қой, жарты сағат базарға баратын едік, базарда орын таппай терлеп, мама екеуміз, мен кішкентай кезде есімде. Мама екеуміз базар аралап жүреміз, тер болып, пакет көтеріп жүремін. Өйткені ондай супермаркет жоқ, кондиционермен күшті ішінде жүретін, ондай доставка жоқ. Сен бүгін кәдімгідей бір мешок ұнды көтеріп келесің, кәдімгідей бір мешок картошканы көтеріп келесің. Ондай емес қой дәуір. Енді мен сұрадым, давай, жазшы маған, қанша ақша керек саған? Апта сайын шамамен осынша керек. Давай, онда 4 апта. Делік аптасына 40 мың болса, білмеймін, мысалға десек, 160 мың теңге онда продукт. Кеттік. Саған не керек деймін. Мен 2 аптада бір рет спаға барғым келеді. Қанша тұрады? 50 мыңнан. Жарайды, жазайық. Жаздық. Мен шығардық, қостық. Тағы не? Мен айына бір рет фитнесқа осы кетеді. Окей. Қалаулар ғой пока что. Заң емес ол әзірге. Бәрін жаздық, шығын 2.300.000 шықса, сенің айлығың 1 миллион болса, сен айтасың, давай, енді ойланайық. Қалай қысқарта аламыз? Нені алып тастай аламыз? Немесе білмеймін. Ұнды килограмм 4 мың болса, может 50 килограммды қалсам ұтамыз ба? 1 килограммдықтан емес деген сияқты ғой. Осы бюджетті отырып зерттеуіміз керек. Біз бюджетті зерттегеннен кейін білесіздер ме, менің шығыным азайып қалды кәдімгідей. Мысалы былай ғой, бүйтетін. Енді біздің үйдің отбасында былай болған. Келіншегім жазады, 50 мың теңге жіберіңізші картаға, не керек, продуктыға жібере салам. Бір күн жазады, балаларға мынандай алып отырмын, 50 мың дейді, жібере салам. Бір нәрсе дейді, 100 мың дейді, жібере салам. Бір нәрсе дейді, 100 мың жібере салам. Жаңағы есептедік қой бюджетті. Сол бюджетті есептесек, негізінде менің келіншегіме керек сомадан ай сайын шамамен 2-2,5 есе көп беріп жатыр екенмін мен бұрын. Қазір бірақ екеуміз есептегеннен кейін ол шығын 2 есе азайып қалды. Бірақ мен келіншегім мынандай біз неткен жоқпыз, мынандай қысып тастап, тыныш жүре алма деген әңгіме жоқ. Просто бұл жерде уже бақыладыңыз, береке пайда болады ғой, береке болады. Исламда да ысырапшылдыққа бармау керек қой. Сен есептемеген нәрсе байқамай қаласың, төгіліп қалып жатыр да. Мысалы, мен айтамын, күлем ғой, мен балаларым бір барбер шопқа барады екен да, шаш алдыруға. Енді бір баланыкі 8,5 мың теңге екен да. Мен 3,5 мың теңге шаш аламын деймін да. Керемет кісі деймін да. Исмаил деген ағам бар. Баяғы студент кезден алдырамыз ол кісі, үлкен кісі ғой.
3,5 мың, қазір биыл 4,000-ға көтерілді. Ей, мынау 5 жасар жігіт 8,5 алмай қояйықшы ақшын. Енді көрейік деймін да. Үйдің жанында басқа ыңғайлы вариант бар ма? Тапты 4,000-ға, жап-жақсы алады. Енді білмеймін, енді 5 жасар 6 жасар жігітке қатты бір барбер шоп керек емес ау. Енді бұл қыстап тұншықтырып тастау емес, бұл ақылдасу. Бірақ әйеліңіз айтуы мүмкін, жоқ, менің балаларым мында бір әдемі линиямен Z деген жазумен тұрсын, бүйтіп гельмен жағып тұрсын. Тоже ақылдасыңыздар, пожалуйста, табыңыз. Ол жерде еркек по-хорошему бүйтіп айта алмау керек та. Жоқ мен деп ше. Не істесең осы, жоқ ақша. Өлтіресің мен демеу керек. Тапсын. Егер шынымен екеуі отбасы болып шешсе, балаларының 10,000 теңгеге шаш алдыру керек екенін апта сайын деп шешсе, онда еркегі тапсын оны. Ол таба алады. Осы жерде жаңағы қатені басып айтып кетейін. Әйел адам менің ұстанымымда күйеуін аямау керек. Аямау дегенде қалай? Бүйтеді да, мен жұмыс істеп жүрмін, шаршап кеттім, күйіп кеттім, күнде таңертең кешкен жұмыс, үйге келем, тағы ыдыс жуу керек, тамақ істеу керек, бір бәле. Мен айтамын, не үшін істеп жатсыз жұмысты деймін ғой. Өйткені мен саяхаттағым келеді. Күйеуіңіз саяхаттатқызады ғой сізді. Ой, ол ақшасы жоқ дейді. Қалай ақшасы жоқ? Ол андай бір жерде істейді, оны өспейді, айлығы да өспейді, бір нәрсе. Енді сен шешіп жатсың бұл мәселені. Болды, енді ол кісінікі өспейді. Енді ол кісінікі өспейді дегенде қалай? Екеуі бірге соны қабылдаса қалай ол? Сол қабылдап қойса жаман ғой ол. Күйеу айтса, бұл менің ойшым табысым 89,000 теңге айына, өліп кетсең де осы. Әйелді де бұл түк таппайды, оны өзім бір әрекет жасайын десе, ол жақсылық апармайды сияқты. Жаңағы Мұрат ағаның мырзаның айтқаны бойынша бәрібір еркек жолын табу керек. Кеше ғана маған инстаграмнан бір кісі жазды, аға қалайсыз бір нәрсе деп жазды. Бәленбай миллион алаяқтарға алданып қарызға кіріп кеттім деді. Не істесем болады деп жазды ғой. Сосын инстаграмда кірдім. Күйеуі бар екен. Көп суреттер бар күйеуімен бірге. Жазып жүрдім, еріңіз бар екен ғой дедім. Еш уайымдамаңыз, жапсын. Айтуға қорқам дейді. Айтыңыз, қорқып айтыңыз. Өлтірмейді ғой, жындамыш шығар. Баласының анасы ғой. Енді егер де осы әйел адам, ойбай айтпам, өйткені анау үлкен сумма. 10 миллионнан көп. Сіз не істейсің, жұмыс істемейді. Енді сен айтпай қалай шешесің оны? Сол депрессияға кіріп, не істеймін, ұйқың бұзылады, содан кейін сенің денсаулығың нашарлайды, денсаулығың шыған салмағың қосылады, бір өзі күйеуіңде саған претензия айта бастайды. Не болып кеттіңіз сен деп ше? Не алжып жүрсің, болмайтын нәрсені ұмытып. Мен саған ананы істеп қойшы дедім, неге ұмытып кеттің дей бастайды. Бұл деген айналып снежный ком болып дәу қар болған кезде, уже отношениең бәч боқтасып айқайласқан кезде әйел айтады, анда мен осындай қарызым бар еді, неге айтпайсың маған дейді. Айтады, сен де ұрсасың ғой дейді. Мен саған ұрыспас едім, мен жабар едім дейді деп айтады. Бұл жерде де жаңағыдай отырып сөйлесу. Айту керек. Айт. Тем более мен айтамын ғой, енді білмеймін, маған айту оңай шығар, еркек болғаннан кейін. Әйел болсам ше, мен бар ғой күйеуіме жатар едім ше. В общем, смотри сюда деп ше. Мальдивы қыста. Жазда Швеция. Или там білмеймін, Швейцария. Геленваген хочу. И апта сайын осындай спа деп. Хочешь красавицу? Пожалуйста. Ертең оны орындай алмай жатқан кезде тағы да түсінбеушілік пайда болмайды. Сол екі тарапты әңгіме. Мысалы, ол жерде енді әйелде әрине айтпау керек. Бірақ мен мынаған сенем ше. Бәрібір еркек таба алады. Шынымен не болса, барлығымыз бір шынайы бір тығырыққа тірелген кезде таптық қой. Мен әркімнің суммасы әртүрлі, біреулер 200,000 теңгеге тығырыққа тығылып, біреулер 200 миллионға тығырыққа тығылып отыр. И мынандай әңгімелерде сіз ғой 500 миллион қарыздан шығыпты бір нәрсе деген сияқты. Сондай әңгіме 500 миллион қарыздан шықсаң, біреу келіп жылап отырса, 5 миллион лақтырып кетті мен десе, анау күледі. Бауырым дейді, істесейші. 5 миллион фигня ғой деу мүмкін. Көрдіңіз ба? Яғни ауыр деген тақырыптың өзі относительно да. Сіз үшін мысалы 500 миллион ауырым, бәлкім мен үшін 500 мың теңге ауыр. Бұл относительно. Сондықтан андай керек жоқ деп ойлаймын ана.
типа өйтіп слишком еркекті де қинамау керек шығар деп еркек табады. И жақында мен Джордан Питерсонның несінен естідім да, айтады да, еркек үшін, шатаспасам Джордан Питерсон әңгімесі ғой деймін, еркек үшін авторитет 90 жаста болса да жұмыста жүріп қайтыс болып кеткен жақсы екен ғой дейді. Ана бір движение жасап, бұл барып партнерлармен келісіп жатыр, бұл барып шетелдік инвесторлармен сөйлесіп жатқан жүрегіміз тоқтап ұстап қалса күшті болады дейді. Енді әрине ең әдемісі көркем намазда кетіп қалған жақсы ғой енді. Бірақ дегенмен андай салыстырмалы түрде мынандай емес та. Мен 50-ге келдім, біттім деген ше. Сол біттім деген кезде бітеді. Ана апрель айында, қанша бір ай бұрын біз ана Африкаға бардық қой мотоциклмен. Сол кезде мен барлық жерде айтып жүрміз. Бізбен бірге 65 жасар американец кісі болды. Бэрри деген, мен оны инстаграмда көрсеттім. Бэрри деген 65 жасар жігіт. Анау деген жіп-жіңішке, анау деген өте подвижный. Енді мотоцикл тұрмақ 500 километр машинамен жүрсем шаршаймын мен. Ана жерде біз 500 километр, ойлаңызшы, 48 градус ыстық. Біздің полный мото экипировка, өйткені сен мощный киінбесең опасно трассада. Андай куртка, дәу қолғап, дәу етік тізеңе дейін келетін. Өйткені ол етік болмаса қауіпті, ана бір тас ұшып тисе аяғын сындырып жібереді. Анау қорғалған етік. Енді ыстық. Плюс 48. Астыңда мотор от болып жанып жатыр. 500 километр келесің, деп шаң. Енді шаршайсыз ғой. Мен бүйтіп, енді максимум 480 километр айдадық бір күнде. 480 километр күні бүйтіп теңселіп кеттім. Қашан жетеміз. Қонақ үйге жеткен кезде мен бүйтіп, белім ауырды деп ақырын түсіп жатсам, бәрі секіріп түсіп билеп жатыр да, we did it деп ше. Мен айтамын да, бәрі сен кімсің деймін да. 65 дейсің ғой. Жігіттер дейді, беріліп қоймаңдар дейді. Қызықтың бәрі 60-тан кейін басталады дейді. Денсаулықтарыңды жіберіп қоймаңдар дейді. О, ментальный беріліп қоймаңдар, мен 50 жастан кейін біттім деп қоймаңдар дейді. Қызықтың бәрі 60-тан кейін басталады екен дейді. Енді ол кісі 65-те ғой. Кеше тойына шақырды, үйленіп жатыр. 55 жасар бір жап-жас қызды алып жатыр. 55 жасар. Енді ол кісі үшін 55. Mesela үйленіп жатыр. Осы менің ойымда андай еркек ол 65 жасында барып Африкаға барып қайту керек. Еще қайтып келіп мына жақта бір бизнес движениелерін жасау керек. Ол барып бір инвесторлармен келісім жасап жүру керек. Кешке қарай келіп отбасын алып киноға кетіп қалу керек. Ана істеу керек та. Бірақ егер де мен айтсам, 40-қа тақап қалдық, енді кеп қалдық қой бізде десем, кеп қаласың. Сен шешесің оны. Енді бұл қаржылық бойынша көбінесе еркек өзіне жауапкершілік көбірек алған дұрыс та. Ал бала тәрбиесі бойынша қалай жауапкершілікті бөліскен дұрыс? Әйел көбінесе еркектер жеп көретін болдық мені қазір. Бұл подкасттан кейін. Жаңағы барлық жерде еркектер жұмыс жасап жатыр, сыртта жүр, үйде балдар. Это не освобождает от ответственности дейді ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін қараңызшы. Пайғамбарымыз супер көшбасшы болған, қолбасшы. Тіпті Хазіреті Али бір естелігінде айтады, бір қараңғы жерде қатты бір қорқынышты дауыс шықты дейді да. Біз іркіліп қалдық дейді да. Бір кезде қарасақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барып уже тексеріп келіпті дейді да. Уайымдамаңдар, мынандай бір оқиға болып жатыр деп келді дейді да. Жалғыз өзі. Біз мына жерде бірнеше адамбыз дейді. Лидер. Сен стратег, тактик, андай красавчик. Барлық қырынан. Философ, тақуа. И пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анау есте неше түрлі нелер бар сахабалардың балаларымен, нелермен сөйлескенде. Әр балаға на уровне глаз сөйлескен деп айтады да. Яғни бала бойы кішкентай ғой. Пайғамбарымыз отырып сөйлескен да. Көзбе-көз. Бұл психологияда мынаны білдіреді. Екеуміз теңбіз деген әңгіме. Егер де мен сіздің қасыңызға барып, тұрып алып бүйтіп сізге қарап сөйлесем, деп ше, ол мынау деген сөз. Сен кішкентайсың, мен мықтымын деген сөз. Екеуміз бірдей сөйлессек, біз теңбіз. Сіз де ойыңызды айтасыз, мен де ойымды айтамын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соның бәрімен қоса еще керемет күйеу болған. Тіпті не дейді? Айша анамыз ыдыс жууға көмектесетін еді маған дейді. Е-мое. Мен деген мәселені шешіп жүрмін ғой да. Таңертең кешке дейін деп ше. Жоқ, ыдыс жууға көмектесесің. Үй жинауға көмектесесің. Бала тәрбиесіне де араласасың.
енді давайте ғылыми тұрғыдан айтайық. Жан Пиженің теория развития психологии ребенка деген бар. Жан Пиже ата күшті француз психолог, әсіресе баланың даму психологиясында күшті еңбектер жазған. Енді Жан Пиже бүйтіп айтады, шамамен 6-7 жаста. Ол 4-ке бөледі, 0-дан 2-ге дейін дейді баланың даму психологиясы, 2-ден 7-ге дейін дейді, 7-ден 11-ге дейін, 11-ден 19-ға дейін. Ол осы 4-ке бөледі. 19-дан кейін уже взрослый. Енді осы шамамен 2 мен 5-тің арасы, 7-нің арасы, сол дәуірде қыз да, ұл да, бала кішкентай кезде әкесіне секіріп кеткісі келеді. Ол қазір 2 жасқа дейін анасына физически байланысты еді, сүт ему керек еді. Кете алмайды қасынан. Сол үшін құлап қалады. 2 жасқа дейін аналар да байлаулы. Бірақ 2 жастан кейін ол мамасының қасында болмайды. Баласыз ертең баласы барлар біледі, 4-5 жаста қыз да, ұл да айтады, папа мен сенімен барамын дейді. Кеше мен Ақтауға ұшайын деп жатқан кезде мен кіші ұлым айтады жетте ғой. Папа мен кеттім сенімен дейді. Балам мен жұмысқа барады. Маған бәрібір қасында жүре беремін, үндемеймін дейді. Оған бәрібір қасында жүрсе болды. Балам мен ол жақта ойыншық алатын, мороженое алатын уақыт болмайды, сен сөйтіп ойлаватсың. Жүр, маған түк керегі жоқ, қасында жүрсем болды дейді. Психологиялық тұрғыдан бүкіл балалар шамамен 5 жастан кейін әкесіне секіргісі келеді. Ол да, қыз да. Қасында жүрсем болды. Осы периодта сен бүкіл әлемді құтқарып жатсың, сен уақытың жоқ қой. Өзің отбасын пока қоя тұрыңдар. Мен әлемді құтқарып алайын деп жатсың ғой. Сол кезде жоғалтып алсаң, байланыс құра алмай қалсаң, и балаңыз 17-ге келген кезде ол уже сіз сөйлесе де алмайсыз, сөйлесетін тақырып жоқ. Енді біздің дәуірдегі біздің әкелерімізге претензия айта алмаймыз, өйткені дәуір өте ауыр кезең болды. Ашаршылық, соғыс, союз құлады, анау болды. Мен вообще біздің әкелер вообще бомбовый әкелер. Мен оны ғылыми дәлелдеп беремін. Бұл ана пантарездік емес, немесе әшейін олардың мәртебесін көтеріп қоймыз. Ғылыми түрде кімнің Маслоудың қажеттілік пирамидасы бар. Сол жердегі пирамиданың 5 қадамы бар да, сол бірінші қадам шешілмесе, екінші, үшінші қадамға көтеріле алмайды. Бізде бірінші қадам авария, яғни адамның қауіпсіздігі мен тамағы ижататын орны. Бізде тамақ проблема еді мен кішкентай кезімде. Тамақ табу проблема. Папа таңертеңнен түнге дейін пойлада жұмыс істеп, кешке 100 теңге алып келеді екен. Айтып отырмыз ол кезде. Бұл еркекше тірлік бұл. Бұл еркекше. Сен ол кезде айта алмайсың, а что сен бір бизнес тренингке қатысып, бұл кезде жоқ бизнес деген. Мемлекеттің құлақ қалды, жоқ болып кетті. Союз деп, деп тұрған, бәрін обеспечить тұрған мемлекет құлақ қалды. Біздің әкелер, бомбовый әкелер. Бірақ қазір, егер сен тупит етіп бұл мәселелерді шешпей ертең 40-қа келгенде сондай болса, бұл жерде мен кінәлімін. Өйткені біздің еліміз тыныш. Қазір бүкіл мүмкіндік бар, пожалуйста, зертте. И жаңа пирамида Маслоудың біздің әкелеріміз бірінші несінде баспалдағында жұмыс істеді ғой. Біз олардан 5-ші баспалдақ талап етеміз да, папа, а что сен мені каратеге жібермедің деп ше? Қазір каратист болатын едім деп. Айналайын, сенің әкең сенің қарныңды тоқ болып сен қазір тірі отырған болсаң, супер істеген тірлігін. Супер. Қазір біз 5-ші қадамдамыз. Өйткені бізде Құдайға шүкір жататын жеріміз уайымдамаймыз, тамағымыз уайымдамаймыз, біз сезімдерімізді шығара аламыз, бізде қауіпсіздік нормально. Біз 5-ші уровенде саморазвитие уровенде жүрміз. Өйткені 4-еуіне галочка қойылды. Бірақ ана 4-еуіне галочка қойылмаса, сен саморазвитиеге секіре алмайсың. Сол үшін біздің әкелерімізде ондай не жоқ, бірақ қазіргі еркектерде, егер сен бұны реттеп зерттемесең, проблема. Енді әрине, жаңағы Жан Пижен несінде айтып отырмыз ғой. Даму теориясында ол бәрібір әкесіне ауысады, белгілі бір жасқа дейін. Одан кейін болды. Шамамен 16 жастан кейін мен балаларым маған қарамайды дегенде қалай? Мұқтаж емес. Ол өзінің достары бар, өзінің жоспарлары бар. Тіпті мен ұлым қазір үлкен ұлым 11-ге батыр, ол ауылға барамыз ғой, атасы мен апасына. Ұстатпайды ол, кешке дейін кетеді достарымен, тауға шығады, ана істейді, мен айтамын, отырып сөйлесейік та десем, папа, кешке давай деп, оның уақыты жоқ уже. Уақыты жоқ уже. Өзі сол бір 4-5 жылыңыз бар деймін да, 4-5 жылды бірге өткізіңіз. Бұл жерде де жауапкершілік бір-біріңізге атып қоюға болмайды. Сен үйде отырсың ғой, неге осыны шешпейсің, неге маған етіп қоясың? Бірақ келіссек болады, давай бүйтейік, мен мына мәселені шешейін, сен мына мәселені шеш. Давай сен мына мәселемен мен басымды ауыртпа. Бірақ мен есесіне мына мәселелерді шешіп беремін саған. Саған Париж керек па? Значит, мен барып пәленше деген инвестормен сөйлесіп, ана бизнес проекті істеуім керек. Саған деген сияқты. Енді бұл жерде маңызды бір тағы аспект, Алла тағала барлығымызға рызықты жазып қойған. Ешкім аштан өлмейді. Но
потребностьтарды да біз өзіміз тудырамыз. Сол жерден қанағатсыздық болып кетпеу керек. Потенциалыңды максимум қолдан, бірақ берілген рызыққа шүкір ет. Болды. Мен 3 ай таңғы 4-тен бастап осы проектке уақыт бөлдім, бірақ маған менің күткенім 500 миллион түсу керек еді, бірақ 5 миллион түсті. Окей, шүкір. Бірақ бұлай емес, жатып алып, заман қиын қазір, қой брат, лақтырып кетеді, бәрі кері жоқ, одан да ақшаңды құртпай сақтап жат деген қате. Екеуінің ортасы. Шүкірсіздікке кет қалмау керек, бірақ жатуға да болмайды. Сен до конца пахать етесің, нәтижені аладан күтесің. И оған араласпайсың. Енді осы турасында сіздер кофемен соны байланыстырып жүрген. Енді былайда, бұл да сіз айтпақшы әдетке айналып кету керек. Әдет просто тұрып. И сіз сезесіз, бұл андай, ойбай, мен крутой күйеумін емес ол. Просто сіз тұрасыз, бүгін мен қазір сағат 9 тренировкадан шықтым, кездесуім сағат 10:30 екен. 1,5 сағатым бар екен. Сондап, что-то не істеп жатсың, үйде жүрсе кофе ішіп қайтайық. Деу, бұдан сіз ләззат алуыңыз керек. Енді бұл да әдет болып кету керек. Қалыптастыру керек. Аптасына 2 рет. Мен бірақ өте маңызды. Баласыз. Баламен шығыңыздар әрине. Ойбай, баланың құрттың әңгіме емес ол. Бірақ екеуіңіздің сөйлесе алатын уақытыңыз болу. Енді бір кісі айтады маған, Азеке, біз ауылда тұрамыз. Сіздер сияқты кафетерия, астр, бір бәле деген нелеріміз жоқ біздің, ресторандарымыз дейді. Мен айтамын, мәселе ресторанда емес. Мәселе екеуміздің осылай жартақ сағат бірге боламыз. Болды, шемішке шағып отырайық далада. Дворға шығайық та, шемішке шағып отырып, жотам деп ше. Қалай батыр, жоспарларын қалай батыр, ана бір кітабымды оқып батыр едің ғой, не қызық бар екен. Или қол ұстасып әшейін барып кешке қарай сиырды айдап қайту деген болуы мүмкін. Мысалы барып баяғыда кішкентай кезімізде айтып жаңа өрістен қайтып келгенде бөліп алып қайтатын еді ғой. Солай да болуы мүмкін. Мәселе қымбат, ақша құрту, ресторан, кино емес. Ол болса бола берсін, болмаса екеуміз просто шемішке шағып әңгімелесеміз. Кешке қарап отырып, білмеймін, бір пазл құрастырып отырып әңгімелесуіміз мүмкін. Екеуміздің ғана қалуымыз ғой. Ол жерде әңгіме терең болады. Өйткені бытовуха жоқ та жерде. Бірақ сіз кинотеатрға барғансыз, бүйтесіз, мен деген сендерді кинотеатрға барып отырмын ғой деп ше. Кірдіңіз, ана 3 баласымен сен отырсың мында, сен кұртойсың ғой, сен еркексің ғой. Яна бала жылайды, туалетке барам дейді, мамасы туалетке кетіп қалады, алып келеді. Екінші тұрды, чипсы жеймін дейді, ол барады чипсы алып келеді. Сен кімге уақыт бөлдің сен? Сен өзіңе уақыт бөлген сияқтысың. Сен балаларыңды қатты риза емес, олар вообще кино қызығымыз ғой, 2 сағат кино көру қиын балаға. Сол чипсы жеген не уақытта, анау не сендерді апарма киноға дейді. Апармадың сен киноға, сен өзің бардың. Жағдай жасашы, жағдай. Анау қалай айтады, жаңа алдын алып бәрін есептеп қойып, позаботиться дейді ғой, сен балаларың қарны тоқ болсын. Анау кісі енді тәрбиенің қаласаңызда 80%, қаласаңызда 80% анасының қасында ғой бала. Енді демек оның анасының психикалық жағдайы устойчивый болғаны маған маңызды. Ол маған маңызды. Өйткені менің балаларымның психикасы патшатындай болмау үшін 80% қасында болатын кісінің психикасы нормально болу керек. Сосын жасайық. Түбінде бірақ барлығы ол үшін де емес, жақсы көргенім үшін болса күшті болады. Жақсы көріп, сол үшін жағдайын жасайым келеді. Ояқта біз андай келіншегімізбен алғашқы жүрген кездерімізде ойбай, сен түнде ұйықтамай болса да күтіп алуға дайынсың. Айлығыңның жартысын жұмсап гүл алуға да дайынсың. Жаңағы сондай нелерге уход жасауға. Сол уходты жалғастырайықшы деймін да. Прям ондай болмаса да, аз болса да, бірақ сол болу керек. Бірақ мынау да болмау керек та, әйел бізде базовый не күледі ғой, жаңа үйге гүл алып келсе, не үшін алып келдің, памперс алмадық па болған деген сияқты әйел айтса, мұнда ренжіме, өзің бүлдіріпсің ғой деймін да. Бұл енді гүл әкелмейді ол. Еркек ол хищник қой, ол нәтижені көргенде ләззат алады. Гүл әкелдің, қуандың ма? Ләззат, болды, мен гүл әкеле берем. Жоқ, гүл әкелген кезде памперс алмадың ба десең, мұнда гүл жоқ. Сосын өзің жүресің деп ше. Ол кісілерде де эмоциялары, қалаулар әртүрлі ғой, өзгеріп тұрады. Вот соны айту керек, өзінің эмоциясын білдіре алу керек.
шынымен бізге қарама қарсы жыныстан біреу жымиып рахмет десе ұнайды бізге. То есть ұнайды дегенде қалай, жағымды. Соны мен әйелімнен табуым керек. Ол маған айту керек. А жоқ ол андай гүлма білен шашып кеттім дейтін болса, енді гүл жоқ. Бірақ айту керек, мысалы мен мынандай гүл қалап жатырмын деп ше. Сен маған всегда роза алып келесің ғой. Енді мен мынандай гүлдің сезоны басталды, давай сондай әкелші маған деген сияқты. Әкелгенде бірақ деп төбесін көкке ұшып қуану керек. Бірақ шынайы әрине. Яғни жасанды емес. Азамат Скаков сөйтіп айтты, давай қуанайық емес. Шынайы негізі біз қуанамыз. Просто бұның түбінде психологический эмоциональный ингибиция деген не жатыр, блок жатыр. Эмоциональный ингибиция деген эмоция сезуге рұқсат жоқ. Мен солай өстім. Ей, жылай бермеші, ей, шулама, ей, қатты секірме, ей, бір нәрсе. И мен айтамын, қатты қуанғым келіп тұрса, айтамын да, қойшы, бәрі қарап тұр ғой, ұят болып қалмасын деп ше. Ойбай, камера қосылып тұр ғой деп ше. Дұрыс емес. Қуансайшы. Эмоцияны шығарып білу. Иә, енді сондай тәрбие көрген қыз баласы да мысалы келеді. Ол деген секіріп қуану керек еді да, секіріп сені мойнынан құшақтап, деп мініп алу керек еді саған. Бірақ жоқ, ол андай ғой, тырнақшаның ішінде жайнап атты. Рахмет. Қоя бермедіңіз ба деп. Өзіңізге бір нәрсе алмадыңыз ба десе, енді ренжіме енді. Біз хищникпіз. И біздің бүкіл бар бана өлтіріп келген жануарымыз мына кісіні қуантпаса, онда жануарды өлтірудің смыслы қандай дейміз да, оны өлтірмей қоямыз. Анау бір эмоцияларды да біз танымайтынбыз деп айтамыз ғой. Түрлерін білмейміз деп. Оның да түрлері көп, шығарып білмейміз да, қай жерден. Базовый алтақ түрі бар, өте оңай негізі эмоция. Бірақ ересек адамның анықтамасы мынау. Өзінің эмоцияларын түсінетін, онымен қалай жұмыс істеу керек екенін білетін адам. Мысалы, мен ашуланып кеттім ба? Мен айта алуым керек. Жігіттер, қатты ашуланып тұрмын. Давай бір 15 минуттан сөйлесек, айтса мен төбелесем. Мен нормальный нәрсе шеше алмаймын деп айту керек. Андай емес. Деп андай сабыр етіп тұрды андай, ішіңге білдіртпеуге тырысса, бір кезде, құрындаршы бар деп салуы мүмкін да. Өйткені ол басқарамай қалды. Басқару деген не? Мен уже эмоция шығып тұр, бірақ мен ана сізге ескертем да, барып басып айтамын деген сияқты. Или жаңа сахнаға шығады да, қатты қобалжып кеттім деп. Нормально. Қобалжып тұрмын мен. Қазір есім жиып аламын, нормально. Анда идеальный болуға тырысу уже қанша алдын қаптағана жаңа отбасымызбен кинотеатрға барды, енді басында жарнама болады ғой. Ана Vivo деген телефонның жарнамасы отыр да. Ана бір жас жігіт жаңа скейтборд айдап жүріп, жаңа қаланы суретке түсіріп отыр ғой. И дауысымен андай да, мен қаланың сұлулығын көзіммен көргендей боламын. Это қандай андай қалай айтады, отвратительный деймін, жағымсыз. Өйткені сен үйтіп сөйлемейсің ғой өмірде. Сен достармен отырған кезде, құрметті ағайындар, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз кешегі барахолкадағы төбелес деп сен сөйлеспейсің ғой деп. Сол үшін қазір жасампаздықты жақсы көрмейді. Біз шынайылықты жақсы көреміз. Тіпті сториске шыққанда да шықтым, қайырлы таң достар, ойбай обед болыпты ғой дейсің де кете бересің, болды. Керек жоқ, оны өшіріп тастап, қайтадан дұрыстап, достар қайырлы күн деп керек жоқ. Шашым онша емес болып қапты, ернім онша емес болып қапты. Онша ол. Сол шаш ол. Солай қабылда дейсіз ғой. Өзің жақсы көрмесең, мен сені қалай жақсы көремін деймін ғой. Даже сен жақсы көрмесең, мен сені қалай жақсы көремін. Ең жақын адамың сенсің ғой деймін. Сен даже жақтырмайсың өзіңді. Сен менен не күтесің деймін ғой. Солай ол. Даже мен өзімді жақсы көрмесем, жұрт қалай жақсы көрсін. Бірақ енді бұл әрине тәкаппарлыққа бармау керек. Бұл дандайсып кетуге бармау керек. Ортасында бір жаңағы не дейді, нәзік перде ғой ол. Бүйтіп айтпауым керек. Мен әлемдегі ең әдемі адаммын демеуім керек, бірақ Аллаға шүкір енді. Алла Тағала бізге сымбат берген болды. Деген сияқты. Сіз анау сен және мен кітаптарында ол жеке адамның өзіне жауапкершілік мәселелер қозғалған ғой. Иә. Қазір сіз біз дейтін кітап жазып жатсыз да. Ол осы отбасылық тақырыбында ма? Біз екеуміздің арамызда қарым-қатынас. Жігіт пен қыз кезде, немесе жай группалас кезде, сосын жігіт пен қыз болып, сосын күйеу мен әйел болып, сосын әке мен ана ретінде. То есть балаларының әкесі мен анасы ретінде. Осы стадияларда біздің рөлдеріміз қандай? Біз осы стадияны өтеміз бәрінен. Қандай қателер жасамау болады? Жасамау керек.
қандай прогрессивті бір шешімдер қабылдау керек. Жаңағыдай нәрселер мысалы. Мен мынандай нәрсе оқыдым. Отбасының арасындағы сүйіспеншілікке кем дегенде 2 жылда 1 рет тұратын жеріңді ауыстырсаң күшті болады дейді. Күшті екен дедім. Енді қалаңды ауыстырамасаң да үйді ауыстыршы деймін да. 2 жыл мынау ЖК-да тұрдық, кеттік 2 жыл ана ЖК-да. И вообще кереметі басқа мемлекет 2 жыл тұрып қайтуға болады. Біз мысалы Прагада 1 жыл тұрдық. Енді мен қазір ойлап жүрмін, бір мүмкіндік болса, оқуға 1-2 жылға барып қайтуға болады. Жапония немесе Германия ойлап жүрмін. 1-2 жыл бала шағам барып аралассын аналармен, көрсін. Сол тілді үйренсін, балалар тез үйренеді тілді. 2 жылдан қайтып келеміз, ничего страшного. Қайтып келеміз. Ойбай, оны енді жұмысымыз реттеліп келе жатқанда дейді. Жоқ жұмыс. Бір ағам бар, сол күледі ғой, жаңа енді байып келе жатқанда өліп қалмайықшы деп. Сол сияқты үйді ауыстырып тұру керек екен. Ол да бір әдісі дейсіз ғой. Жақсы. Әдіс өте көп. Сосын кейбір әдістер сіздің әулетіңізге, отбасыңызға жақпауы мүмкін. Кейбір әдістер жағуы мүмкін. Мысалы бізде Маңғыстауда мынандай ғой. Енді барлық жерде сондай шығар. Үйінің кенжесі болса, әке-шешесімен тұрады. Біздер көбінесе жаңа 2 тақырыпты аламыз ғой. Ер және әйел. Ол жерде әке-шеше де бар, мысалы ата не деген де бар. Ол да бір үлкен тақырып болып тұр ғой қазір. Ол деген терең зерттеп жатсыздар ма? Терең тақырып, ол қиын ол. Региональный тақырып ол. Батыста, бізде оңтүстікте, менің анам Шымкенттен, мысалы, әкем Қызылордадан. Жаңағы ұстанымдарымыз бар, не бар деген сияқты. Бұл өте терең. Бұған бөлек бір 4-5 сағаттық подкасттар арнау керек. Сосын бұл жерде менің ойымша андай да болу керек ше, үлкен кісілер болу керек. Мысалы, менің атам 88-де. Мен атамнан сұрадым. Ата, неге балаларың аз деп айтасыз деймін балаларыңызға деймін. Атам екеуміз өте жақынбыз. Sen айтады да, балам-ау дейді да, біздің кезімізде көп балалар шетінеп кеткен ғой дейді. Анау, мысалы, Төлен Әбдіктің кітабын оқыдым. Ана 6 баласы болады да, 5-еуі қайтыс болып кетеді. Шетінеп кетеді. Біреуі соғыста қайтыс болады, біреуі ашаршылықтан өліп қалады, біреуі жоғалып кетеді, біреуі нәрсе, біреуі қалды. Енді көп болған жақсы ол, значит. 12 болсын, сол кезде 5 болатын еді қолыңда қазір деген сияқты ғой. Енді қазір бір шетінен егер не мүмкіндіктер жағынан қарайтын болсақ, медицина жақсы, не жақсы, Құдай сақтасын, енді бір қатты апат болмаса, өліп қалу ықтималы аз ғой. Құдайға шүкір. Демек, бәлкім сол үшін шығар қазір. Енді бұл бір қыр ғана менің ойлағаным. Бәлкім сол үшін шығар қазір бізде балалардың аздығы. Бұны бұл подкаст түсірсе болады. Бірақ менің ойымша бұл жерде бір үлкен әйел адам болу керек. Үлкен бір ақсақал болу керек. Бір жастардан біреу болу керек. Сөйтіп күшті талқыласа болады. Сол кезде ана кісілер де айтатын еді, айналайындар, мен сендер жаман болсын деп жатыр десең ба? Мысалы, неге бірінші баланы ата-анасына береді қазақтар деп айтамыз? Потому что сен ол кезде 10 жаста болғансың. 15 жаста үйлендің сен, делік. Мысалы, бізде сөйтті ғой. 15 жасындағы жігіт пен 14 жасындағы қыз үйленген болса, кажется, бірінші баланы бағамайтын сияқты олар. Кажется, бірінші баланы атасы мен апасына берген дұрыс ау деймін да. Бірақ сенге 30-да үйленіп жатсың да. Деген сияқты енді. Жауапкершілікке алдыңыз. Қызық қырлар көп. Жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Осындай отбасылық құндылықтар бойынша әңгімелер болады. Күшті. Бедейік сосын. Мынау сұхбат туралы егер пайдалы болған болсақ, бір кем дегенде 3 инсайт жазса, түсінігінше осы сұхбат туралы 3 керемет инсайт жазған 3 адамға мен кітабымды сыйлайын. Сіздер маған айтсаңыздар, мына кісі керемет жазыпты, мен кітабымды сыйлайын. Сондықтан достар, давайте мынау видео пайдалы десеңіздер, таратыңыздар таныстарыңызға, достарыңызға. И лайк басуды ұмытпаңыздар. Сосын міндетті түрде комментарий көп болған жақсы, өйткені сол кезде мына видео жоғары шығады. Басқа адамдарға көріне бастайды. Сондықтан пайдалы деп білсеңіздер, сондай нәрсе жасайық. Бірақ жаңа 3 кітабымызды сыйлайық біз. Мен Алматыда болса жеке келсін, офисымда шайымды берем, қолымды қойып берем, суретке түсеміз. Керемет, рахмет сұхбатыңызға. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.